Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз осындай мраморный печенье пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, 60 грамм какао және де разрыхлитель, 60 грамм сахарная пудра. Аламыз, соны енді құрғақ заттардың бәрін араластырып болған соң, оған 2 жұмыртқа және де 100 грамм ерітілген майды салып, әдемілеп қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтындай жұмсақ, әдемі болу керек. Мен де өлшеп алдым, 550 грамм шықты. Енді оны 50 граммнан 11 бөлікке бөлеміз. Сіздер көз мөлшермен бөле берсеңіздер болады. Әр бөлген шарик қылып аламыз да, сосын оны сахарный пудраға батырып аламыз. Сосын оны домалақ қылып табанымызға салып қоямыз. Мінекей 11 печенье шықты. Енді осыны 20 минут 200 градуста пісіреміз. 20 минут өтті, біздің печеньеміз дайын болды. Тез әрі оңай. Үйдегілеріңізді шайға шақырып қуантсаңыз болады, ал ас болсын.